Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге апельсиннен дайындалатын дәмі өте керемет, ерекше дәмді лимонадтың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл лимонадты дайындау үшін бізге ең алдымен шекер, мята, лимонная кислота, 3 дана апельсин және 2 дана лимон қажет. Ең алдымен апельсинді жуып, тазалап, тураймыз. Тураған кезде осындай ақ бөлшектерін пышақпен алып тастауымыз қажет, себебі олармен бірге дайындасақ, лимонадымыз ащы болып кетеді. Барлық апельсиндерді осы видеода көрсетілген тәсілмен турап, дәнектерін алып тастаймыз. Турап болғаннан кейін апельсиндерді блендерге немесе мясорубкаға салып еземіз. Кейін лимондарымызды тура сол тәсілмен турап, ақ заттарын алып тастаймыз. Оны да апельсиннің қасына блендерге салып, шекер қосып, бірге еземіз. Массамыз езілгеннен кейін, оған лимонная кислота қосып, тағы бір рет еземіз. Кейін оны бір үлкен ыдысқа алып, массаны құйып, үстіне су құямыз. Араластырып, тоңазытқышқа 10 минутқа қалдырамыз. Кейін лимонадымызды сүзгіштен сүзіп, графинге толтырамыз. Үстінен шекер жетпесе шекер қосып, лимон қосып және мята салып араластырамыз. Осымен біздің өте дәмді лимонадымыз дайын. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Көріскенше.